Мен Албай Мақпал Батырбекқызы, Жамбыл облысы, Шу ауданы, Жаңажол ауылы Бауыржан Момышұлы атындағы орта мектебінің математика пәнінің мұғалімімін. Мен бүгін сіздерге қашықтық оқу жағдайында оқушыларға тапсырмаларды ұсынудың тиімді жолдарындағы Google Диск платформасы жайлы түсіндіріп өтпекпін. Google Chrome'ды ашып, оған Google Диск деп жазып іздейсіздер. Ашылғандардың ішінен Google Диск дегенді басасыздар. Мұны мен сіздерге белгілеп көрсеттім. Google Дисктің тиімділігі сіздер оқушылардан кері байланыс ала аласыздар. Яғни ТЖБ, БЖБ кезінде олар тестке жауап берсе, қанша балл алғаны автоматты түрде көрініп тұратын болады. Мына жақта, астыңғы жақта және үстіңгі жақта да открыть диск деген тұр. Кез келген жағын баса берсеңіздер болады. Міне дискіміз ашылды. Енді создать деген оң жақта тұрған создать дегенді тауып аласыздар. Создать дегенді бассаңыздар, Google форма шығады. Создать Google форма дейсіздер. Жаңа форма автоматты түрде ашылады. Және новая форма деген орында сіз ТЖБ немесе БЖБ аласыз ба, соны жазасыз. Жанына пәніңізді жазасыз. Мысалы, мен математика пәнінен алып жатырмын. Және 5-ші астыңғы жағына сыныбыңызды көрсетесіз. Ол міндетті түрде өзіңіз шатаспас үшін. Және де оқушының аты жөні, один из списка деген жерден текст деген таңдап обязательный вопросқа енгізесіз, және тағы да плюс батырмасын басып қосасыз. Яғни менде сұрақтар дайын болды, соны мен копировать етіп новая формама вставить еттім. Одан кейін варианттарын таңдай бересіз. Варианттың бәрін қойып алған соң обязательный вопросқа бұны да енгізесіз. Обязательный вопросқа енгізбесеңіз, оқушылар мысалға ол тапсырманы орындамай өтіп кетуі мүмкін. Плюс батырмасын басып, келесі сұрақты енгізесіз. Математикада кейбір формуламен берілген есептер дұрыс түспеуі мүмкін. Сондықтан page screen, яғни экранды суретке түсіріп, қазір барлық компьютерда Paint 3D деген программа бар. Соған қою дегенді бассаңыздар, автоматты түрде қойылады, және өздеріңізге керек есепті қиып алып сақтай аласыздар. Міне мен өзіме керек есепті қиып алдым, және мәзір дегенге барып сақтау дегенді басамын. Форманы қайтадан ашып, суреттің белгісін бассаңыздар, ол жаққа сурет қоюға болады. Яғни мен бағанағы қиып алған есебімді JPG форматта жұмыс үстеліне сақтадым. Добавить дегенді басасыздар, және обзор десеңіздер, өздеріңіздің сақтаған суреттеріңізді тауып алуға болады. Яғни мен жұмыс үстеліне сақтадым. Қазір айналып жатыр. Мінекей қойылды. Енді қайтадан өзімнің варианттарымды қоя беремін. Өзімнің варианттарымды қойып шықтым, және барлығын обязательный вопросқа енгіздім. Кейбір жерлерін Paint 3D мен қиып алып JPG форматта салдым. Диск негізінен гуманитарлық бағыттағы пәндерге өте ыңғайлы, жаратылыстану пәндеріне тиімді. Спецификаға сәйкес мен 4 сұрақ енгіздім. Енді настройка батырмасын басып, тесті дегенді таңдап енгізесіздер. Яғни осындай көк түс жану керек. Нежелательные вопросы деген жерді таңдамасаңыздар да болады. Әр сұрақты бассаңыз, астыңғы жағында ответі деген тұрады. Ответіні басасыз, және дұрыс ответін енгізесіз, және балл бересіз. Мысалы, мен бірінші сұраққа 3 деген балл бердім, сақтау деген батырмасын бастым. Дәл солай барлық 4 сұрағымды істеп шығамын. Мен барлық сұраққа дұрыс жауабын енгізіп, балды беріп шықтым. Енді жоғары жақта отправить деген батырманы басып, ортаңғы белгіні басасыздар. Ссылкасы автоматты түрде шығады, және оның қысқа ссылкасы да бар. Өздеріңізге қалаған ыңғайлы болған ссылканы аласыздар, копировать етіп WhatsApp вебке, яғни өзіңіздің группаңызды ашып, қай группаға жібересіз, мысалы, вставить етіп Enter арқылы жібере саласыз. Енді барлық вкладкаларды жабамыз, ссылканы басып тексеріп көреміз. Ссылка ашылуда, мінекей шықты Google формамыз. Енді TAJ деген жерге оқушы өзінің аты жөнін жазып шығады. Одан кейін дұрыс варианттарын белгілеп, отправить батырмасын басады. Просмотреть баллы. Балды көру деген жерді басқаннан кейін оқушы өзінің қай сұраққа дұрыс жауап беріп, және қанша балл алғандығын көре алады. Енді қандай оқушы тапсырғанын және қанша балл алғанын көреміз, яғни кері байланыс алуды үйренеміз. Қайтадан Google Дискті ашамыз. Басты бетте біз создать еткен формамыз шығады. Сол форманы басамыз. Ответі деген жерден қай оқушы қанша сұраққа жауап бергендігін, яғни пайызын көре аласыздар. Вопросы деген жерден қай оқушы жауап бергендігін көре аласыздар. Және
отдельный пользователь деген жерде қай оқушы қандай сұрақтан қате жіберді және қанша балл алғандығы көрініп тұратын болады. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.